Пожалуйста, сіздерден үлкен өтініш. Менің осы видеомды көпшілікке таратыңыздаршы. Өздеріңіздің таныстарыңызға, туысқандарыңызға, көршілеріңізге, бауырларыңызға жіберіңіздер. Олар да кредитті тиімді алудың жолын білетін болады. Кез келген адам ақшалай кредит алады. Сол кредитті алған кезде сіздер міндетті түрде сақтандырумен алыңыздар. Яғни сол сақтандыруға деп ұстап қалған ақшаны сіздер 14 күнтізбелік күн ішінде қайтара аласыздар. Осы жерде сіздер шатаспаңыздар. Бұл күнтізбелік күн. Ол жақта жексенбі, сенбіде кіріп кетеді. Олар демалыс күні ретінде саналмайды. Сол себепті дәл 14 күн ішінде сіздер сақтандыруға ұсталған ақшаны толығымен қайтара аласыздар. Бірақ кейбір компаниялар 10% комиссия ретінде ұстап қалып жатады. Ал енді біздің көпшілік жақсы көретін Халық банктен кредит алған кезде, олар осы 1 апрельден бастап сақтандыру компаниясын қосқан болатын. Сол сақтандыру компаниясы ретінде бірнеше сақтандыру компаниясы тұрады. Ол Халық Лайф және Европалық сақтандыру компаниясы. Сіздер егерде осы Халық Лайфты таңдаған болсаңыздар, сіздер сақтандыруға деп ұсталған ақшаны осы 1 апрель 2025 шыққан олардың договорындағы өзгеріске байланысты қайтара алмайсыздар. Сіздер Европалық сақтандыру компаниясын таңдасаңыздар, ол ақшаны толығымен қайтара аласыздар. Дәл осы кезде көптеген клиенттер маған жазып жатыр, барлығы сақтандыру компаниясы ретінде Халық Лайфты таңдаған, және ол ақшаны өкінішке орай олар қайтара алмайды 14 күн ішінде. Ол ақшаны тек кредитті толығымен жапқан кезде ғана, яғни 1 жылға жеткізбей жапса, жартылай қайтарады. Сол себепті осындай пайдалы ақпараттарды мен сіздерге осы каналда бөлісіп отырамын. Мен алдындағы видеоларымды көрген кісілер сақтандыру компаниясында ретінде Европалық сақтандыру компаниясын таңдап қаншама ақшаларын үнемдеді. Сол себепті мен каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар.